Сенің өміріңді құртып жатқан 5 әдет. Кейде адам неге менің өмірім өзгермейді деп ойлайды. Бірақ мәселе сыртта емес. Мәселе өзіміздің күнделікті әдеттерімізде. Сенің өміріңді құртып жатқан 5 әдет. Бірінші, кейінге қалдыру. Екінші, телефонға тәуелділік. Үшінші, басқамен өзіңді салыстыру. Төртінші, теріс ойлау. Бесінші, дұрыс орта таңдамау. Егер осы 5 нәрсені тоқтатсаң, өмірің бірден өзгере бастайды. Бір күн, бір апта ештеңе өзгертпейді. Ал күн сайын қайталанатын әдеттер тағдырыңды өзгертеді. Сен байқамай жасаған кейбір әрекеттер өміріңді алға емес, артқа тартып жатыр. Бүгін мен саған дәл сондай 5 қауіпті әдетті көрсетемін. Егер осыны түсінсең, өмірің өзгере бастайды. Бірінші, кейінге қалдыру. Ең қауіпті әдеттердің бірі – ертең бастаймын деген ой. Бүгін істейтін істі ертеңге қалдырасың. Ертең тағы кейінге кетеді. Сөйтіп уақыт өтеді. Уақыт ешқашан күтпейді. Кішкентай әрекет болса да бүгін баста. Кейінге қалдыру жалқаулық емес. Бұл көбіне қорқыныш. Сәтсіздік қорқынышы, бастай алмау. Мінсіз жасауға тырысу. Мінсіз бастау болмайды. Бастамасаң, ешқашан болмайды. Екінші, телефонға тәуелділік. Қазіргі заманда ең үлкен ұрлықшы телефон. Сағаттап TikTok, Instagram, пайдасыз видеолар, уақыттың қалай өткенін байқамайсың. Бір нәрсені түсін, телефон құрал. Бірақ сен оны басқара алмасаң, ол сені басқарады. Өзіңе сұрақ қой. Бүгін телефоным маған пайда әкелді ме? Сен уақытыңды беріп жатырсың. Ал оның орнына не алып жатырсың? Уақыт кетті, көңіл бөлінді, назар шашылды. Ең қауіптісі, сен бір нәрсе істеп жатырмын деп ойлайсың, бірақ шын мәнінде ештеңе істемейсің. Күнде 1 сағат телефонсыз отыр. Сонда өзіңді басқа адам сияқты сезінесің. Үшінші, өз-өзіңді басқа адамдармен салыстыру. Біреу машина алды, біреу үй алды. Сен өзіңді төмен сезіне бастайсың. Бірақ сен бір нәрсені ұмытасың. Әр адамның жолы әр түрлі. Салыстыру мотивация емес, керісінше өзіңді жою. Салыстырудың ең жаманы, сен тек біреудің жақсы жағын көресің, бірақ оның қиындықтарын көрмейсің. Сен кешігіп жатқан жоқсың, сен өз уақытыңмен келе жатырсың. Төртінші, теріс ойлау. Мен істей алмаймын, маған қиын, менде мүмкіндік жоқ. Осындай ойлар сенің өміріңді тоқтатады. Ой әрекетке әсер етеді, ал әрекет нәтиже береді. Ойыңды өзгертпей, өмірің өзгермейді. Егер сен өзіңе сенбесең, ешкім саған сенбейді. Адамның ең үлкен жауы өзінің ішкі даусы. Сен істей алмайсың, сенде мүмкіндік жоқ. Бұл шындық емес. Бұл тек сенің ойың. Ойыңды өзгертсең, өмірің өзгереді. Бесінші, дұрыс орта таңдамау. Сен кімдермен араласасың, соларға ұқсай бастайсың. Жалқау адамдар ма, сен де солай боласың. Мақсатсыз адамдар ма, сен де солай кетесің. Орта өте күшті әсер етеді. Өзіңе мықты адамдарды ізде. 2 адамды елестет. Бірі күні бойы бос сөйлейтін адамдармен, екіншісі дамып жатқан мақсаты бар адамдармен. 1 жылдан кейін айырмашылық жер мен көктей болады. Сенің ортаң, сенің болашағың. Қиын болса да, кейбір адамдардан алыстау керек.
Өміріңді өзгерту үшін бір күн жеткілікті, бірақ ол күн бүгін болуы керек. Сен өзгермесең, ештеңе өзгермейді. Жеңіл өмір жоқ, тек таңдау бар. Қиын бастау ма, әлде қиын өмір ме? Уақыт өтеді, сен өзгерсең де, өзгермесең де өтеді. Көп адам жаман әдет екенін біледі, бірақ бәрібір тоқтата алмайды. Себебі ми жеңілді жақсы көреді. Қиын нәрседен қашады. Ләззат беретін нәрсені таңдайды. Телефон жеңіл, даму қиын. Сондықтан адам автоматты түрде жеңілді таңдайды. Бірақ қысқа ләззат, ұзақ өкініш. Қысқа қиындық, ұзақ нәтиже. Бір адам күнде телефон қарайды, ештеңе істемейді. Ертең бастаймын дейді. Бір жылдан кейін ештеңе өзгермейді. Ал екінші адам күнде 1 сағат дамиды. Кішкентай әрекет жасайды. Бір жылдан кейін өмірі толық өзгереді. Айырмашылық тек әдетте. Жоқ дей алмау. Көп адам басқаларды ренжіткісі келмейді. Барлығына көмектеседі. Өз уақытын құрбан етеді. Нәтижесі өзіне уақыт қалмайды. Жоқ деп айта алмау өзіңе жоқ деумен тең. Сенің қазіргі өмірің кеше жасаған әрекеттеріңнің нәтижесі. Сенің болашағың бүгін не істеп жатқаның. Басқаша айтқанда, әдеттерің өзгермей, өмірің өзгермей. Бір жол бар. Қазір қиын, кейін жеңіл. Екінші жол бар. Қазір жеңіл, кейін қиын. Өзгеру қиын, бірақ өзгермеу одан да қиын. Сенің орныңа ешкім өмір сүрмейді. Бүгін бастамасаң, ешқашан бастамайсың. Бүгін бір әдетті таңдада, оны өзгерте баста. Кішкентай өзгеріс үлкен нәтиже береді. Бір жылдан кейін сен бүгінгі өзіңе қарап, жақсы бастадым деп айтуың мүмкін. Немесе неге ертерек бастамадым деп өкінуің мүмкін. Таңдау сенде. Егер осы видео саған ой салса, лайк бас, пікір жаз. Және осындай пайдалы видеолар үшін каналға тіркелуді ұмытпа.